Каспий Голд аман болсын деп тұр. Любой жерде. Реклама прямая. Лайнер деген осы ма? Ең круизтің адамдары, барсыздар ма? Бұл жермен елуді алып қойды ма? Қиыншылықты сезесің бе, білмеймін. Sorry? Босфор тур? Yeah. Опа! Слайдсың. Like 12:30 start, 2:45, 2:30 bitmiyor. Бізге де қарап қалды, значит қазақ. Ана қыз қазақ екен айтты ма? Шай алып келдіңіз ба? Ит емес ұйқы басы. Бұлай прям жақын тұрады да саған. Мұнан қараңдар. 1, 2. Сәлем достар, сіздермен бірге Шолуда кезі. Біз Стамбул қаласындамыз. Кеше ғана күнімен Бакыркөй ауданына барып шопинг терапиясын қабылдаған болатынбыз. Біздің Қазақстанға қарағанда бағалары кішкене болса да арзандау. Сондықтан қыздар, жігіттер, сіздерге кеңес Бакыркөй районына ауданына барып, сіздерде шопинг терапия қабылдаңыздар. Ал енді бүгін Стамбулға келіп қалай Ая Софияға бармасқа. Сондықтан қазір біз Есіл Юрт метро станциясына келіп тұрмыз. Бірінші бізге Стамбул картасын сатып алу керек болады. Оны астында төменде сатылады деп айтты. Қазір ол қанша лира тұратынын көрейік, қалай сатып алуға болатынын, қай жерде сататынын. Сөйтіп Ая Софияға жол тартамыз. Blue Mosque мне қара, Бейазет бізге керек. Міне Гранд Базар, Blue Mosque, Сұлтан Ахмет. Значит, это темно-синяя линия, да? Бізге мынау керек, иә. Тұрған жерімізді тапқаннан кейін барар жолымызды белгіледік. Бірақ біз күтпеген бір жағдай болды. Мынаны қабылдаса екен 20 бұны да береді ғой. Түсінгендеріңіздей, картама ақшамызды алғысы келмеді. Ақшамызды қабылдамай жатыр. Yes, you can get everything. Окей. But in bazaar, inside is the too many bar. Thank you, Miss. Пойдем. Have a nice day. Sorry. Метроға келдік, карта ала алмадық. Қазір енді барып бірінші ақшамызды банкоматтан алуымыз керек. Иә. Біздің ақшамызды қабылдамады. Стамбул карта әрқайсымызға бір-бірден карта керек деді. 25 лира, сондықтан бізге тағы да 25 лира. Одан қосымша ол карта пустой дейді. Оған тағы да ақша. Ол картаға тағы да ақша. Иә, әрине, солай ғой. Картамды өзі 25 лира. Бұлай істейік, біз 50 лираны бірден алайық. 50. Сосын тағы сала алмай тұрамыз ғой ақшаны. Ол неменеге істемей тұрғаны қызық екен, ә? Мына жерде банк бар сияқты. Тұр ғой міне. Охранник бізге айтып жатыр, бір картамен 2 адам жүре аласыңдар дейді. Жаңағы үлкен кісі бізге айтып жатыр. Сендер екеуің бір картамен жүре алмайсыңдар дейді. Русский есть? Да ты чё? Каспий Голд написано. Каспий Голд? Серьезно? Пожалуйста, введите ваш пин-код. Okay, you need this card too many times when you make the travel. But today we go away. We for one day. I think that one card is enough, no? Бізге көмектесу үшін тағы да өзі келіп алды. АТМ банкоматтарында орысша тіл бар екен. 100 лира алайын ба? Иә, 100 лира ал. Снять наличные. Now I asked my friend and he said really he don't know also, but if you get one card, okay, maybe you cannot travel because before it's want take your paper, don't forget, has number, you know, has number, Yeah, yes. number code. That's why now you need or you don't need, I don't know. Before, for example, with my card or my family, we can make travel. But after the has code number, we cannot. That's why maybe you need 2 cards, each card. Because of code? Yes. It's not okay. We will You know, buy you can buy other Yes. one. Иә. Okay. Have a good day. Thank you, Misa. Have a good day.
Мен де түсініп алғам ғой, уже. Короче, былай айтады ол. Мен досыма звондадым. Екі адам бір картамен жүре алады дейді. Бірақ сіздер тексеріп көріңіздер дейді. Бірінші біреуін сатып алыңыз, сол жаққа 25 лира салып, екі рет төлеп көріңіз дейді. Төлем өтсе, бір картамен қолдана беріңіздер. Бізге бас қатырмай екі карта салайық, сюда әрі кетсе 600 ба? 640. 900 теңге де болмайды ғой. 770 теңге ме сондай. Алысылып, бик карта төлеп. Екі карта. Именно сосын ол жерге қанша Ол жерге салу керек қой еще, да? Сосын сол жерге тағы да 25 лирамыз саламыз. Басқа анау неден станцияға түскен кезде бар ма? İşleminiz yapılıyor. Lütfen Yani bekleyin. ana kısmını aldı. Ödemeniz gerçekleşti. 10 лира ол жерде. Да. Кеттік. Ол алған жоқ карта өшеді. Ол 10 лира салды только. Салды жаңағы счетына ғой. Жүру үшін. А бізде 25 лира. Қалай істейміз кәне? Көрейікші. Bu menüden İyi kart İstanbul isim kart yanına satın izle. alabilirsiniz. Сенбейді ғой? Сала берші. Міне секунд бар екен. Статьясын беретін шығар. Окей. Onay дейді. Kartınızı aşağıdan alabilirsiniz. Картаңызды астынан аласыз. Енді 25. А 25 қайда біздің тағы да? Зачем? Бұл 50 алып қойды ма? Сдача беремей ме не? Или мына жерге салды ма? Үйтіп әйтеуір алып қой, мына картаны білмей бізге айтты. Тексеріп көрші, жаңа мына ішінде 25 лира, ішінде дейді 50 лира салғанбыз ғой, сол 50 лираның барлығын жеп қойды, сөйтіп. Не болды десе сдачасын бермегесін, оказывается, мына жерге 25 лираны ішіне салыпты. Өзі 25 и ішінде 25. Иә, енді біз екеуміз бір картамен өтіп көреміз. Он екі. Біздің көптен күткен пойызымыз енді келді. Переход жасаймыз ба? Жолда Тері базарын көрдік, Лалали базарын көрдік. Жалпы 20 минуттың ішінде 7 станциядан өтіп, көздеген станциямызға жеттік. Сіркесі аялдамасынан түстік, енді Сұлтан Ахмет мешітіне бара жатырмыз. Қой вообще. Сиркечи ма? Аты сондай. Метросынан шықтық. И қараңыздар, как колоритно. Қандай көріңіз. Тамаша. Демек, біз Айя София мешітіне жақындадық. Мен қателеспесем. 3 эскалатордан шықтық. Жаңа ұзын бір эскалатор дедім ғой мен. Сондайдың 3-еуі болды. Жердің астынан шыққан кезде. Содан шығып әлі көтеріліп келе жатырмыз, короче. Наклон 5-шіне қараңыздар. Қандай наклон? Адамдар қалай келе жатыр. Қараңыздар. Иттер бұл жерде иттердің бәрі бейғам екен. Жатақ! Рахат бұлардың өмірлері. Қарашы жастарын. Кім-кімді сондай айтып. Қорғайды десе. Кім-кімді қорғап жатқан білмеймін. Бәрі камерадан қорқады. Мына жерде бар ғой, түсірмеш деп. Иттің өзін түсіргенмін, жаңа көзін жауып қойдым. Мына жерде қара қандай әдемі кадр болады қазір. Әдемі кадр десе мен жаным тұра қояды сразу. Метродан шығып мешітке келе жатқан жолда осындай баннерлар қойған. Бұл жерде тарихы арабша жазылған ескі фотолар. Жаңағы түріктердің қарапайымдылығын айтқым келеді. Жаңа біз билет алып атқан кезде кішкене ақшамызды қабылдамай түсініксіз нәрсе болып қалды да. Келіп охранник көмектесті. Одан кейін тағы да бір үлкен кісі келіп ағылшынша жақсы сөйлейді екен. Соны ғалиямен сөйлесіп бізге түсіндіріп жатыр қалай алу керек екенін.
сөйтіп біз сыртқа шығып не алмақшы болдық, жаңа өздеріңіз көргендей ақша алмақшы болдық. Біздің артымыздан келіп досына звондап, жаңағы бір карта аламыз ба, екі карта аламыз ба, екі адамға, соның бәрін біліп бізге түсіндіргенше қасымызда жүрді ғой, қасымызда тұрды. Сосын бізбен бірге метроға кетті. Ол бөлек, ол жарайды. Одан басқа, сен мысалға кафесіне барасың ғой, олар иіліп тұрады. Кәдімгідей үстеліңді сүртіп, бірдеме керек болып қала ма, былай прям жақын тұрады да саған. Кәдімгідей бір арам ойлары жоқ. Себебі бұл сервис, өз жұмыстарын жақсы көретін адамдар меніңше солай істейтін сияқты. Одан кейін кірген бетте бірден тұрады ма? Иә. Отырып қарсы алмайды олар. Отырып қарсы алмайды, иә. Одан кейін біз осы біздің қонақ үйіміздің жанында бірнеше ресторан бар да, бойында, сол жағажайда бірнеше ресторан бар. Сөйтіп біз бір рестораннан бір ресторанға өтіп бара жатырмыз. Әшейін отырған охранник біз өтіп бара жатқан кезде телефон шығып отыр да. Шығып отырып, орнынан тұрып, ассалаумағалейкум деп амандасып жатыр. Одан кейін тағы да не байқадық? Маған киім алдық қой, костюм алдық. Сол жердегі сатушы да кәдімгідей барлығын бізге упаковать. Алған сол жердегі алған товарды ғана емес, одан басқа өзіміздің басқа бөлек пакеттеріміз бар ғой. Соның барлығын чемоданымызды ашып, салып беріп жатыр. Сонда сол солардың товары емес қой. Басқа жерден алған заттарды дұрыстап әдемілеп упаковать етіп жатыр. Оп, біздің чемодан сөйтіп істеп беріп жатыр. Үлкен кісі болды, үлкен кісі. Одан кейін у них, мне кажется, андай, лишь бы клиент довольный болса болды бар ғой. Шай ішесіз бе, кофе ішесіз бе, қай жақтан келдіңіз, анау мынау прям жақындап тұрады саған бар ғой. Анау жарасады, анау жараспайды, жаңағы сосын Галиянның айтқаны бар ғой. Не, осы киім алдың ба, алған жерінен, мысалға киім үлкендеу болса, сол жерде қысқартып береді. 1-2 сағаттан келіңіз дейді, сумкаларымызды ала тұрады. Одан кейін, короче, қысқартып, как положено әдемілеп береді. Еще плюс всегда ол жерде подарок бар ғой. Кеше ресторанда отырдық, қаншама комплимент әкеліп берді. Куча. Комплиментті сеп қойып аласың негізі бар ғой. Иә. Балық алдық, неге заказ бердік? Балық алдық? Балықпен не бердік? Креветки болды. Ал бізге Балық пен креветки ғана алдық па? Салат ше? Салат алдық, иә. Балық, креветки, салат. Соған қоса бізге суп берді, нан берді. Оған қоса еще тегін шай берді. Еще разные андай вяленые томаты, соустар. Да, соустар. Соустардың түр-түрі. Шай бесплатный, понятно. Не берді, көп нәрсе берді, в общем, соны жеп тоясың. Ішше кәдімгідей. Сервисіне енді ондай ешбір елде жоқ сервис шығар бұл. Кеше мне тағы да костюм алдық, костюмға қоса өздері бізге бабочканы қосып берді бесплатно. Одан басқа носки 2 пара берді. Содан кейін аяқ киім алғамыз ғой, аяқ киімге ложка берді. Просто плюс бесплатно қылып бере бергені прям приятно. Клиенттер содан, конечно, келе береді. Өздері содай не болғасын, өздеріне жақындатып алады ғой уже. Ты там поставь обратно все, как должно быть. Я просто возьму, положу и все. Жаңа олардың қонақ жайлығы туралы айттық. Соны айтып болдық. Жаңа бір кісіден сұрап жатырмыз. Магазинға қарадық та, ішіне ашып, Айя Софияға қалай өтуге болады дедік та. Тура жүре бересіздер деді. Ол жаңағы сатушы клиентімен сөйлесіп тұрып. Одан кейін жай кетіп бара жатқан жігіт естіп қалыпты, сұрағымызды тоқтап, қазір тура барасыздар, сосын оңға бұрыласыздар, сосын солға қарай бұрыласыздар. Кәдімгідей шаршамай түсіндіріп жатыр ғой. Қараңыздаршы, колоритно ғой, бәрі колоритно жүресің. Дейсің ғой, мұнан қараңдар, 1-2 тадам. Қандай көріңіз. Фото қалай түсесің мына жерде қазір көріңіз. Да. Давай. Послайся. Dinner evening. Ороза. Yeah. You can, if you want, you can go 12:30 for this one. 10 minutes later starting. During what time? Like 12:30 start, 2:45, 2:30 between us finish. Начинается 12. You will see about all the Istanbul. Asian side, Europe side. That is our boat. We have like roof terrace inside.
four language professional tour guide, English, Russian, Spanish, and Arabic. They're gonna give you information about like Bosphorus story. End of the tour, you will come back in front of the Hagia Sophia, madam. Okay. And the price? 20 euro, exactly, for each person. Now we will go to their house. And think and maybe. Okay, no problem. Okay, thank you. Bye bye. 20 евро. Евро қанша қазір? 500. 10 мың теңге короче адам басына. 550 ма қанша? Евро. Евроның бағасы қалай жазып жіберіңізші достар. Кеше кілемдер қаншадан болды әлі? Үлкен кілемдер бар ма? 150, 100, 400 сондай лира. Размеріне байланысты. Шақырып отырады жеңіздер, ішіңіздерді. Там бағаларын қарасақ. Ассаламу алейкум. Салаттар 45, 30, 65. Бұл жер сәл қымбатқа, ға? Кешек жеген жеріміздер, ә? Тауықтан міне 92, 105. Кебаптарға 88. Соңғы рет Стамбулға келген кезде мешітке Hagia Sophia'ға кіріп бәрін аралағанбыз. Музейлері керемет екен. Түрлі әшекейлер, қарулары, қылыштары, түрлі тұрмыс тіршіліктеріне қолданған заттарға толы. Тарихи заттарын жақсы қалпында сақтап қалған. Музейлеріне кіруге шолуда кезет сіздерге ұсыныс білдіреміз. Ол жерде ерекше эмоция алатыныңызға біз кәміл сенеміз. Кешегі бір күндік шоппингтан кейін шыны керек, жанымыз тыныштықты қалады. Сол себепті біз Босфордың керемет көріністерін кемемен жүріп тамашалауды қаладық. 20 евро қалай төлейміз біз оған? Несі бар ма екен? Картамен төлейміз? Вали айтпақшы, бүкіл иттер сата ма? Sorry? Босфор тур? Yeah, this is our route. We have 12 steps. Hop on the bus if you want to get off this bus anywhere. 1 hour later, the other bus come again. You can get it again. Here, cruise. Yes? No, Wait, not cruise. Not cruise. This bus. Bas. By bus, yes. Okay, Cruise bas. where? There is not cruise. Bas how much? 550 Turkish liras for the person. 150. 24 hours activated. You can activate in 24 hours. Multiple you can use. Окей. Неден қымбат болып тұрсын да, енді көбейтсейші, мысалы. We have also boat trip. На корабле есть по Босфор. Я. Сколько стоит? 20 евро. 2 часа тур на русском. 20 евро? Да, через 10 минут. Я же говорю, все в 12:30 отправляются. 12:30 отсюда забрать. Открываем от Мармара, Золоторог, Галата, Домобаче, Ортоköy, Bosporus мост, Большой мост, Black Sea and Asia. Давай. Подожди, давай арзандатайық бағасын. 14.45'te боламыз бұл жерде. Үлгереміз ба? Ендірім yok mu? Yaparım abla, size 2 kişi 30 euro. Yok. Я? 30 euro. 30. 30 евро будет. Нормально сияқты. А этот... Tur на русском, Rusça rehber var. Жоқ, ағылшынша. Not cash, we have just on the card. You can pay by card. Card. Our group is waiting you there. If you want, I can take you meeting point. Аламыз ба? Кеттік барайық. Мына жақта жүрдік қой. Kaç? 4 lira. Давай. Бір. Арзандат болған. Семеттің негізі піскеннен кейін сразу ыстық күйінде немесе хотя бы сен қалай дұрыс айттың ғой? Ұйықтау сойып жатыр ғой онан. Е-мое. Өзіңнің ұйқыны жақсы көретін достарыңды белгіле. Сол мынаны, короче, ыстық күйінде жеу керек негізі. Же. Қатып қалған күйінде мына вообще дәмді. Мен қызына Ой, же деймін. суретке түссе, мен қазір жейін, сосын қалай біз мынаны қоямыз? You will make your reservation. You will start from here. Окей, thank you. Assalamu alaikum. Alexander, your name? Duman. Duman? Duman. 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 You know Duman? Bayram, Mereke.
kеттiniz? Translation. Yeah. Per Amerika. Ateş, duman. Ateş, duman. Ateş duman. Sen ateş biliyor. Okay. 2 person and 30 euro. You pay the card. Kart. He said it will be 30. Yeah, 30 for 2, yeah. Yes. Please. Каспий гол таман болсын деп жүр. Любой жерде. Реклама прямая. Каспийға кетті ма? Қазір аламын да ана карточканы қалай түседі неде. Орел и решкада. Бірдеңе карта деп. We're here for the tour. Yeah, yes, we have 10 minutes. 10 minutes. Бізде бір группа қостым. Біз бұл неде Флешта болдық, несіне де бардық, музейіне де бардық, өте күшті әсер алған мен бірінші келген кезде. Қазір бұл жерге барғасын қатты қызық болып тұрған жоқ. Біз Босфорда круизға баратын болдық. Кемемен жүреміз қазір енді 2,5 сағаттай, 2,5 сағатта? 2 сағат 15 минут сондай. Бүкіл Стамбулды көресіздер деді ғой, иә. Жаңағы гидмен, переводчикмен орысша, ағылшынша, түрікше, французша, немісше сөйлейді дейді. Қазақша жоқ. Я, скорее всего, құлаққабын береді, наушниктар соған. Қызыл куртка киген кісі бізді апаратын сияқты. 12:30-да басталады, қазір 12:23, иә? Алыста көріп тұрғаныңыз анау мешіт. Көк мешіт дейді. Таңертең келіп, мына жерді аралап, содан кейін жаңағы кемеге отырса, бір күнде в принципе жүріп бітіруге болады. Былай жаңағыдай түсте келсең, мына жерге біреуіне ғана үлгересің. Бізді сағат 7-де тұрды деп кім айтады? 7-де тұрып, сағат 12:30-да қазір кемеге отырайын деп жатырмыз. Жетеміз дегенше мына жер. Сонда қанша? 5 сағат өтті ме? Бір қаланың ішінде жиналып жетемін дегенше. Ана қазақтар жүр. Қазаққа ұқсайды нағыз. Бізге де қарап қалды, значит қазақ. Кейбір қазақтарды ажырата алмайсыз. Жаңағы бізді фотоға түскен қыз бар ғой, әйел. Сол қазақ па деп қалдым. Sorry деді ғой. Японка ма, Қытайка ма сондай. Атмосферасы қалай бұл жердің? Ғалия, мен сізге интервью қойын. Негізі мына Сұлтанахметке, Айя Софияға жақындаған сайын айтып жатырмын ғой, бір басқаша сезім болады. Ішкі дүниеңнің қиыншылықты сезесің бе, білмеймін. Бұл жерде енді тек қана қиыншылық болған жоқ қой, бұл жерде әртүрлі мерекелер, мейрамдар болды. Сонда да бір какой-то груз, что ли. Иә, жалпы Стамбул қаласы, ол көне қала ғой, ескі қала. Ол бірнеше империяның өсіп, одан кейін шарықтау шегіне жеткен көрген қала дейді. Сондықтан шығар бір андай не сезім. Бірақ қазір мына жерде адамдар көп болғасын, туристер көп болғасын, деп жүресің. Бар ғой. Ана жерге ішіне кіргенде басқаша сезім. Аурасы қиын ба, сіздің ойыңызша? Иә. Тяжелая, может. Еще ішінің барлығы қап-қараңғы, сондай болады ғой, ол жерде свет болмайды. Біз мысалы мешіттерге, бір жерлерге кірсек, свет, люстралардың неше түрлері тұрады, сондай ғой. Ана Абу-Дабидағы мешіт бар, ол жерде де Сваровский тастарынан жасалған люстралар, әдемі сондай жап-жарық. Мыналардың іштері қап-қараңғы. Ну, енді бар, сонда да свет бар, бірақ қараңғы. Сондықтан болар мүмкін, білмеймін, ішкі сезім, жан дүние кішкене не қылып, қиыншылықты сезіп тұрған сияқты болады ма сондай. Стамбул негізі для меня шопинг. Море. Жаңағы ішіндегі морядағы нелер бар ғой, корабльдер, грузовые всякие вот көп тұрады, прям тұрады. Вот сол бірден есіме түседі. Мысықтар дейді, қазір мысықтардың орнына иттер болып кетіпті. Иттер. Сосын турецкий чай. Тағы не прям. Тамағы, ескендір. Біздің шал кетті ғой әне. Мұнаның бәрі бізбен бара мәне. Аппақ келін сияқты кейін өтті оны. Біз ана шалдан айырылмайық. Әйтпесе қаланы кеменің үстінен емес. Қаланың үстінен кеменің сыртынан көреміз.
Осындай автобустар керек қой бізге, осындай автобус. Алматыға міне. Иә. Автоматтармен тұрған полициялар сөйлегенде қорқатын, шошытын. Қазір өзімізде де бір оңдалар уже. Нормально болып кетті. Айя Софиядан төмен түсіп бара жатырмыз. Неге қарай? Босфорға қарай. Адам өте көп. Сіздің айтқаныңыз дұрыс болды. Жаяу жеттік. Босфорға. Ана қыз қазақ екен, айттың ба? Алматыдан келдім дейді. Жалғыз өзі. Все, нас передали, получается. Следующему человеку. Бірінші барақ жаным, күшті орын аламыз. Казахстан. Kazakhstan. Yeah. Turkish. Huh? Turkish. Turkish? Speak Turkish, no small. Why? You have Kazakhstan. Yeah. You know? Kazakh language no. Қанша адамның ішінден бірінші үш қазақ болып келе жатырмыз. Біз екеуміз ана қарындасымыз. Ассалаумағалейкум. Қалай барамыз былай? Артына оларайықшы. Өсігі отырайық, флагтың қасына. Кел қарындас, бірге отырамыз. Қарындас, бірге отырамыз, кел. Қазақстаннан? Келіңіз. Алматы ма? Иә, бізге Алматыда. Анызда фрукт сатады екендер. Қыдырып келдің ба, оқыпсың ба? Жоқ, қыдырып келдім. Өзің? Жалғыз. Мәссаған. Смелая, молодец. Қашан келдің? Біз, иә. Алдын ба. Жақын жерде тоқтадыңыздар ма? Жоқ, біз алыстау тоқтадық. Сен ше? Қанша тұрады гостиница? Гостиница күнде қанша тұрады? 3 күнге 40 мың шықты. 3 күнге 40 мың теңге. Ночи, я. 3 ночи. Нормально ғой? На базе завтрака, да? Да, завтра. Who conquered the Constantinopolis as strategic location. Жерлестерді тауып қасыма жинап алып әңгімеден жібердік. Босфорда Стамбулдың тарихы да жайына қалды. Осылардың әңгімесі қашан бітеді деп бізге гид қараған да жоқ, біз де оны тыңдаған да жоқпыз. Осы әжеміздің әңгімесін тыңдап отырып, менімен бірге еріп жүретіндей анама қуат берші Алла деп іштей тіледім. Ата-ана балаларымен, немерелерімен әлемнің кереметтерін бірге тамашалап жүрген қандай жарасымды, шіркін. Жасыңыз нешеде? 73-ке келдіңіз ба? Менің мамаммен құрдас екенсіз. Негізі туған жеріңіз қайда сонда? Қай жер? Біз Көкшетаудікіміз, Чкалов. Я Егіндігілді. На протяжении долгих столетий ко дворцу, строившемуся с 1460 по 1078 года, по указу завоевателя Мехмета II пристраивались новые здания. Дворец был назван Топкапы из-за пушек, Ол, наоборот, бізге ең жақыны ғой тамақтары. Басқа елдікі вообще же алмайсыз. 9 октября 1924 Түріктердің тамағына үйрендік қой, хотя Астанада да, Алматыда да көп қой. Өзге елдерде вообще, енді Өзбекстан, Қырғызстан ұқсайды ғой. Европада вообще же алмайсыз. 80 квадратных метров. Сегодня Топкапы всего 20 временными постоянными бізде оразамыз. Ауыз ашқан жоқсыз ғой, 86 тысяч предметов является... Сапарда шуға болады деді ғой. Өтеу керек қой, Шайлары жақсы ғой, Шай алып келдіңіз ба? Осы жақтың шайлары жақсы ғой? Да? Какой здоровый лайнер. Прям гостиница при ней. Лайнер деген осы ма? Инкрузивтің адамдары, басшылар ма? Босфордың атмосферасы ерекше.
шағалардың дауысы, судың дыбысы, ауысып отыратын пейзаж ішкі дүниеңе сабырлық ұялатады. Сәл болсын осы бір күнделікті күйбең тіршіліктен алыстатады, миыңды сергітеді. Жалпы менің ойымша, саяхатқа салынған ақша бұл өзіңізге салынған инвестиция. Ғалияның айтқан рас болды. Бүкіл иттер ұйықтап отыр, ондай нәрселер. 8-10 көрген шығармын. Yani иттер ит емес ұйқы басы. Мысықтарды үшеді. Bir мысық көрген жоқпын мен. Кемеден түстік, енді дәл қазір Таксим, Лалали районында келе жатырмыз. Бірақ қазір бізге қайту керек. Сондықтан метро жақын арада бар. Сол метроға барып, гостиницамызға қайтамыз. Бірақ келесі рет осы Лалали, Таксим аудандарын түсіруге тырысамыз. Көрсететін нәрсе көп, түсіретін нәрсе көп, күшті бір әсерлер аласың. Бірақ өкінішке орай уақыт аз болғандықтан көп нәрсені көрсете алмадық, түсіре алмадық. Бірақ біз бұл қалаға әлі де келеміз. Шолуда KZ каналында Стамбул жайлы видео, бұл соңғы видео емес. Әлі де талай видеолар болады, түсіреміз. Әзірге осы. Біздің каналымызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Иә, тіркеліп бізбен бірге болыңыздар, лайк, комментарий қалдырыңыздар. Біз де оған қуанып, осы видеодан да тағы күшті видеоларды түсіруге тырысамыз. Біз көргенімізбен сіздермен әрқашанда бөлісуге дайынбыз. Көп рахмет. Сіздермен бірге Шолуда KZ. Видеоны үзбей соңына дейін қарағанына рахмет. Біздің каналымыз даму үшін, видеоларымыз осыдан да қызықты болу үшін сенің қолдауың қажет. Иә, дәл сенің. Сондықтан да осы видеоның астында өз ойыңды қалдыр. Әлемді бірге тамашалайық. Сіздермен бірге Шолуда KZ.